күйеудің күйік жаман дейді ғой. Кеше түнде үйде бешбармақ жасап едім. Көпшілік қыз келіншектер аузымыздан суымыз ақты, екі қабат едік, дәметіп қалдық. Омырауда баламыз бар еді, омырауымыз іс қалатын болды деп жатсыздар. Енді құрметті қыз келіншектер, менің жанашырларым, аяғы ауыр қыз келіншектер. Шымкент қаласынан 10 аяғы ауыр жүкті келіншекке қазір мен далаға бешбармақ жасап, кешкі асқа 10 астаумен бешбармақ жібергелі жатырмын. Бірің шекер, бірің бал деп маған барлықтарыңыз бір қазір бісміллә деп әдемелеп міне жілігімен, кепкен етімен, мына жақта әдемі жаясымен, Шымкенттің хит рулетімен, сонымен қоса қазақтың бешбармағы қазысыз бешбармақ жасаймын. Бісміллә деп қазір қазанға салам, кешкісін Алла нәсіп етсе дайын болады. Қазақта өле жегенше бөле же дейді. Жалпы әр әйел кісі, жалпы ананың балаға жасаған дұғасы қашанда қамыр иә. Біз енді қамырды көбейтеміз сол кезде бала шағамның басы осы қамырдай біріксін, осы әппақ ұндай өмір жолы ақ болсын деп бір рет бісміллә айтқан кезде бала шаға үшін үйге айтып он бала шығарып берген біраз киімін қандап қоямыз, одан кейін екі-үш рет Алла нәсіп біз тоқтай алмаймыз, бізді тоқтатпаңдар. Далаға шықсақ та тоқтай алмаймыз. Оннан кемі кем деп жатырмыз. Бешбармақ дейді, бір жақта ет дейді. Біз оңтүстік жақ көбінесе қамырауғат дейміз. Әр елдің салты басқа, иттер қарағасқа деп ел емес, әр өңірдің атауын басқа байлайды. Бізде оңтүстік жақта міндетті десе әбіз біз сияқтандай сырт көзге жыламайтын, әдесе мәдейтін, ұрсат себетін әйелдер сырттай сіздерге мықты болып көрінеміз. Бірақ біздің жүрегіміз нәзік кейде жылап қала береміз. Просто андай мықты болып сіздер көріп қойғаннан кейін біз ана ішкі эмоциямызды болып шығара береміз, сіздерге сол мықты күйінде қалыпқа жіберейік деп ойлаймыз. Бірақ көрсетпей осылай көрсетіп боламыз. Бүгін мені жылатып жатты пияздан ойында. Жыласақ тек пияздан, одан кейін қуаныштан жылайықшы. Надоело Шымкент сіздерге картошканы Шымкент жақта көп қоспаймыз. Мен қайын жұртым Қарағанды жақ. Сол жақ өліп жаратында емес айналайын. Бәріміз қырық рудан құралған қарға тамақ қазақпыз. Ой, мына пияз. Бұл құрбан айттан қалған кішкене ет бар екен, соны қоссақ деп тұрмыз. Кімсеңіздер қалғандар. Одан кейін мен расылға аяғым ауыр болған кезде қойдың құйрық майына сәл-сәл әуесім алған ең соңғы айында. Содан қалған 6 ай болған ба, тұрғанына 8 ай болған ба, сүр кепкен қойдың құйрық майы. Беріп тұр екен қойшы.
содан кейін мына жерде мынандай заманауи 10 астау алдық. Сол отбасыға менен не істейді бұл қылат осы ыдыста. Ыдыс десе екі иығын бірге бермейтін, ыдыс қарағаннан шаршамайтын әйелдердің бірі. Бұндай ыдысқа қоймайтын әйелдер келмеген шығар иә. Анан қараңызшы, қандай етімен, не деген жүрек, не деген ет, не деген тәтіп келген кезде түсінбей қаппыз ғой, кім келді деп сөйтсек, өзге емес деп қоямыз үйден. Аны қараңыздар, бауырсағымен, пельменімен, самсасымен, күшті. Рахмет сізге, Алла разы болсын сізге.